Жоқ, ол потом бөлек қой. Сұхбат басталатын кезде. Сәлеметсіздер ме? Мен Төле би атындағы номер 19 жалпы білім беретін мектебінің 10 сынып оқушысы Әшім Әсел. Адам туралы бірінші әсер алғашқы секундтарда қалыптасады. Және де сол әсерді жақсы қалыптастыру үшін не істеу керек және де не көмектеседі? Бұл сұрақтардың жауабын табу үшін бүгін бізде қонақта персоналды стилист ханымнан сұхбат алатын боламыз. Бүгін бізде қонақта стилист ханым. Алдымен өзіңізді таныстыра кетсеңіз. Сәлеметсіздер ме? Мен есім Манара Ташкенбай болады. Мен осы 5 жылдан бері Түркістанның ханымдарының барлығын осы киім арқылы әдемі қылып жүрудемін. Сіз бұл мамандықты не себепті таңдадыңыз? Жалпы бұл салаға мен қалай келдім? Осыдан 5 жыл бұрын осындай бір сұрақ туындады маған. Мен әйелдерге қандай қызмет көрсете аламын? Сол 5 жыл бұрын өзімдің бірінші обучениемнан өте бастадым. Содан кейін уже понеслось, поехала дегенде, менің мақсатым осы әйел адамға жеткізу, что өзіңді өзің бірінші орынға қою керексің. Сол кезде айналасы өзгереді, достары өзгереді, то есть меняется все, вплоть до окружения. Сыртқы келбет ішкі жан дүниеге әсер ете ме? Сіз бұл оймен келісесіз бе? Я әрине мен келісемін, өйткені на моем примере менде бір клиентка болған, жасы 22-де, өзі толық және жас қыз болатын. Бірінші келген кезде ол өзін дискомфортно, неуверенно, өзіне деген сенімділік болмай келді. Қалай біз жұмыс жасадық, дұрыс направлениемен жұмыс жасағаннан соң, оның өзіне деген сенімділігі арттыра кетті. Қазір ол белгілі маркетолог, белгілі прям бүкіл Түркістан таниды десем де болады, өте күшті жұмыс жасайды, самооценкасы көтерілді. Обычно әйелдер бізде 40-тан асқаннан кейін болды деп қояды ғой, ол әйел 55 жасында келді, мен өзгеруге дайынмын деп. Соны айтқым келгені, что никогда не поздно изменить себя. Сол үшін стилист маманына көп жүктене берсеңіздер болады. Ендеше біздің өте актуалды сұрағымызды қоя кетсек, сіздің ойыңызша трендке ілесу маңызды ма, әлде адамның өзінің жеке стилін табу маңызды ма? Әрине жеке стиліне бағынған дұрыс. Өйткені ол жеке стиль деген ол бізде тула салып берілетін нәрсе. Это называется, знаешь, правильно сказать, природу не обманешь. Осымен біздің сұхбатымыз өз мәресіне жетті. Яғни бүгінгі сұхбатта түсінген нәрсеміз, стиль дегеніміз ол тек қана адамның сыртқы келбетіне ғана әсер етпейді, ол адамның ішкі сенімділігіне, өзінің ішкі мәдениетіне де әсер етеді. Бүгінгі қонағымыз Анар ханымға көп рахмет өзінің пайдалы кеңестері мен пайдалы ақпараттарымен бөліскені үшін. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Өзіңіздің ең жақсы нұсқаңыз болудан қорықпаңыз. Сіздермен болған Әшім Әсел және де Анар ханым.